Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетияр қызы. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат POPS формуласының өзгертілген, икемделген нұсқасын көрсету. Бұл сабақты жазуыма не түрткі болды? Себебі менің жекеме POPS дегеніміз не, түсіндіре аласыз ба деген ұстаздар тарапынан сұрақтар қойылды. Содан кейін жауабын арнамда бөліскім келді. Сонымен POPS дегеніміз нені білдіреді? POPS дегеніміз позиция, P, O объяснение, P примеры, S следствие. Сонда POPS сөз шығады. Енді соны қазақшалаған нұсқасы қандай? Бірінші сөйлем менің ойымша, ол позициясы болу керек. Екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін. Бұл объяснение болу керек. Үшінші сөйлем, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Және соңғысы бізде следствие. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім. Әрине, жинақталған жауап болып көріну мүмкін, бірақ оқушылардың қабылдауына оңай емес. Сондықтан оның өзгертілген, икемделген нұсқасын мен өз оқушыларыма ұсынамын. Ол мынадай. Яғни, менің ойымшаның орнына меніңше, себебі мен оны былай түсіндіреміннің орнына себебі, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламынның орнына мысалы, осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдімнің орнына сондықтан қысқа әрі нұсқа. Енді мысал келтіріп көрейік. Меніңше, бүгінде білім беру саласында мұғалімдер арасында тәжірибе алмасу, үздік әдістерді қолданысқа енгізу өте маңызды. Себебі әдістемелік көмек, жаңа идеялар мен тәжірибелер бөлісетін арнайы қазақ тіліндегі арналардың жетіспейтіндігі жасырын емес. Мысалы, Үздік педагог каналы осы мәселенің бір шешімін тауып отырғандай. Сондықтан кәсіби деңгейлеріңізді өсіруден, тиімді әрі кейбір авторлық әдістерді үйреніп, тәжірибеңізде қолданудан аянып қалмаңыз. Сіздерге енді түсінікті болды деп ойлаймын. Комментарий мен лайкты да аямаңыздар. Сау болыңыздар.